Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен KDKZ. Және мен бүгін Гранд Мастердің аккаунтына обзор түсіретін болам. Ал, кеттік ендеше. ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักเธอใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหากว่าเขาคนนั้นเข้ามาเธอก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปจากฉัน Ал енді достар, бастаймыз достар. Так, ең бірінші профиліне кіріп көрейік достар. Енді бұл Грандмастерден уже шықпаған екен, бірақ сонда да достар 5369 рейтинг. Яғни уже мастерға қанша 50 ма 100 ба сондай ғана очко қалған достар. Пропусктарды қарайтын болсақ, барлығын да алған достар. Так, шатас кеттім, кешіріңіздер. 71-ші уровень осыншама пропусктар достар. Өте керемет. Өзінің The End деген гильдиясы бар екен. Так, гильдиясында қарап кетейік достар, не бар екен? 4-ші уровень, нормально. Оу май достар. Ма қараңыздар достар. Чисто грандмастерлер, енді бір мастер бар екен. Мә достар, қараңыздар, чисто грандмастер. Май достар, сіздер бұндай гильдияны көріп педіңіздер? Комментария жазып кетіңіздер. Так, қарап көрейік. Мұнаның өзі достар, жай ғана мастер болса да 5558 рейтинг. Ё-моё. Так, достар, орғай жалғастырамыз. Давайте ендеше, так, не істейміз? Питомецқа кіріп кетейік, достар. Қызықтыларын соңына қалдырамыз. Так, ол жерде бізде мынандай ореол бар. Сокол, короче. Осындай панда. И потом мынандай бір какой-то слизь. Так, робот и лиса, достар. Ода тек қана осындай ит қана жоқ. И все, да, достар. Барлығы да бар. Ма, достар, супер. Енді достар, сіздер, так, стоп, персонажға да кіріп шығайық. Персонажды да көргілеріңіз келетін шығар. Так, бұл аккаунтты мен өзімді дұрыстап көрген жоқпын. Сіздермен бірге бірінші рет көріп отырмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 персонаж алынбаған. Бірақ ең керектілерінің барлығы да бар екен достар. Тіпті Валчараның өзі 6-шы левел. Өте керемет. Давай енді ұлға киімдерді көріп қайтайық достар. 71-ші уровень достар. Бұл енді өте олдовский аккаунт. Так, интернетім қатып жатыр. Кірдік достар. Ең бірінші биомеханик. Бұл өте керемет набор. Енді бұны қазір ешқай жерден ала алмайсыңдар достар. Бұның барлығы да бұрында алмаздан джекпотта болған достар. Мұнауда олдовский зат, топ игрок. Бұл бізде душа чемпионаның бас киімі. Және де бізде достар арктический синий достар. Өте керемет. Бұл да олд заттардың бірі. Мұнауда олд зат достар. Және де набор молния достар. Электрический шок. Осындай, короче, набор. Бұны да ешқай жерден алуға болмайды. Әзірше бұлдан енді олдовский заттардың бірі достар. Енді осылайынан сіздерге көрсетіп өтейін. Бұл да енді достар пропуск. Бұл да олдовский деп те айтуға болады. Так, осындай бас киім. Так, шақырмандар. Осындай пираттың пропускі. Так, мынау бізде алмазный джекпот. Мынау бізде пропуск. Так, мынау пропуск. Мынау екеуін біреу пропуск, біреу басқа бір нәрсе достар. Общем, ұмытып тұрмын. Так, мынау тоже бізде пропуск. Өте жаман пропуск. Маған ешқай жерде ұнамады достар. Мынау бізде бесплатный набор. Мынау бізде пропуск. Так, мынау бізде немене? Достар, мен білмеймін. Комментарий жазып кетіңіздер. Бұл по ходу достар бір события сияқты. Так, мынау бізде инкубатор достар. Осының шашы мен денесіндегі татуировкасы өте көп адамдарға ұнайды достар. Давайте, арктический синийдің қарасы бар екен. Өте әдемі көрінеді. Так, мынау да бізде инкубатор. Достар, инкубатордың барлығынан бір-бірден алып жүрген сияқты. Мынау бізден достар трешердің сеті. Өте әдемі көрінеді. Так, мынау бізде тоже набор. Бұл енді бесплатно берілген. Енді 1-2 ай, 3-4 ай өткеннен кейін бұл да олдовский затқа айналады достар. Так, мынау бізде қателеспесем, бұл инкубатор или пропуск. Екеуін біреу достар. Ұмыт қалдым. Комментарийға жазып кетіңіздер. Таймерді қойып. Так, мынау бізде золотой джекпот. Өте жаман. Так, мыналар енді білетін шығарсыздар. Бұларды барлығы да біледі. Так, смокингтің наборы. Гейдің только асты мен шашы ғана бар екен. Нормально. Так, мынау киімдерді қарап шығайық. Нормально. И все, достар. Енді очкиға келетін болсақ, мұнда бізде мастердің очки. Және де мынау бізде алмазный джекпот. Мыналарды көріп кеттік уже. Мынау бізде олдовский пропуск, достар. Олдовский пропуск. Мынау бізде бандит. Мынау да олдовский пропуск, достар. Пантера деп аталады. Так, мында не бар? Мынауда бізде олдовский пропуск достар. Олдтардың бүкіл заттары бар екен.
Так, мынау бізде алмазный джекпот. Мынау да алмазный джекпот. Мынау пропуск, достар. Так, мынау бізде алмазный джекпот. Мынау бізде пропуск, шайтан бас. Так, мынау бізде тоже пропуск. Оны көріп кеттік. Мынау да пропуск, достар. Пропускта жететін да. Мынау да пропуск. О, достар, мынау өте әдемі пропуск. Маған ұнайды осының маскасы. Және де мынау бізде тайный магазин. Өте әдемі, достар. Қараңыздар. Күшті сеттерді құрауға болады. Так, мынау бізде тағы да пропуск. Так, мынаны қарадық. Мынаны да қарадық. Мынау бізде лисама, сондай бір нәрсе. Так, бұны қателеспесем пропуск келеді. Там білмеймін, достар, мынаны мен білмейді екенмін. Өздеріңіз комментарийлерге жазып кетіңіздер. Так, мынау бізде тоже пропуск. Мынау бізде мынаны жаңа көріп кеттік. Мынау бізде главаря банды, достар, тоже олдовский заттардың бірі. Мына жерде бізде набор командо дейді. Командоның наборы, нормально. Так, мынау бізде осындай набор. Мынау бізде смокингтің скелетті. Так, осындай заттар бар. Ох, ты, достар, мынанда наборы бар екен. Және де шайтан бас. Енді, достар, енді қазір сіздерге ұнамайтын болар, бірақ сонда да бұл набор бұл аккаунтта бар екен. Енді сетқа бұны қоспағандықтан нормально, достар. Так, мынау бізде осындай набор бар, значит, бұның киімі де бар, достар. Жестко. Так, біз мыналарды қарап жаттық. Так, қайда кетіп қалдым? Қараймыз ары қарай. О, мынау бізде алмазный джекпот. Опана, набор бар. О, достар, өте әдемі, осы маскада ұнайды маған. Так, мынау бізде инкубатор. Мынау бізде золотой джекпот. Мынау бізде инкубатор. Мынау бізде тоже инкубатор. Мынау бізде тоже инкубатор. Мынау білмеймін. Мынау тегін берілген заттар. Так, мынау халық и мынау тоже инкубатор. Мынау опана, алоптың наборы. Өте әдемі, достар, қараңыздар. Просто топ. Давайте, достар, дәл қазір лайк бас кетіңіздер. Сіздер үшін өте кереметтей осындай бір олдовский аккаунтқа обзор жасап отырмын. Аха, достар, міне тағы бір так, достар, бұл обмен, рейтингқа обмен жасайды. Так, мұнда жаңағы наборлар. Тез енді қарап шығайық, уже көріп шықтық. Опана, мынау тоже инкубатор, достар, бізде. Так, мынау смокингтің наборы жаңағы. И осындай заттар. Так, мынау тоже олдовский зат. И потом пожарныйдың наборы бар екен. Өте әдемі, достар. Осылай тез қарап шығайық. Так, үстіне келетін болсақ, міне. Давайте, достар, тез өтіп шығайық. Өйткені бұның барлығында сіздер уже почти көрдіңіздер. Так, мені шақыра берді. Аха, міне осылай қарап шығам. Енді стопқа қойып қарап алуларыңызға болады. Және Данкмастердің наборы, бұл да олдовский зат. Мынау Данкмастерден кейін шыққан золотой джекпот. Бұл да олдовский зат. Так, опана, достар, техниктің наборы. Техниктің наборы бар. Пуховик бар, рубашка бар, және де осындай заттар бар. Опана, достар, мынандай көк техник бар. Жазовая курточка дейді. Аха, осындай заттар. Давайте, достар, тез қарап шығайық. Так, достар, жалғастырамыз. Аха, осындай киімдер, енді сіздер бұны көрген боларсыздар. Аха, мынау ақ киім бар екен, нормально. Так, ең қызығы, опана, мынау, достар, олдовский зат. Так, ең қызығы, маған қызық болып тұрғаны қара водолазка бар ма екен, достар, көріп қайтайық. Аха, қара водолазка жоқ екен. Бірақ сонда да топовый аккаунт, достар. Мен үшін топовый аккаунт. Сіздер үшін қандай аккаунт екенін комментарияға жазып кетіңіздер. Және де бұны қанша теңгеге бағалайтыныңыздарыңызды жазып кетіңіздер. Қаншаға сатып алғаныңызды угадать етсеңіздер, достар, 100 алмаз беретін боламын. Так, қарап шығайық. Барлығында қарап кетеміз. Так, алоптың наборы. Енді бұны барлығы да көріп шықты. Уже техниктің асты бар, және де пуховиктің асты бар. И қалған заттарды уже сіздер примерно біліп тұрсыздар, достар. Аяқ киімдерге келетін болсақ, тоже сондай нормальный заттар бар. Так, давайте, достар, мынау наборларды чекнет етіп кетейік. Нормально осындай олға 3 набор бар. Және де давай, достар, мына жерден ұлдарға неше золотой набор бар екен көріп кетейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, достар. 32 легендарный набор. Ё-майё, достар, өте керемет. Так, лутбокстардан бізде мынандай лутбокстар бар екен. Енді бұның ішінде барлығы да болғандықтан бұның иесі ашпаған болар, достар. Мына жерде енді бүкіл оружиялар бар уже, да? Аха, достар. Так, мына жерде барлық оружие ода бар екен. Давайте онда қармай қояйық.
6 достар, 6 камень эволюция. Ё-моё, бір чертеждан алып қалған. Және де мына бізде достар обменник, бұл енді олдтардың обменнигі бұрында болған, ал қазір оны алып тастады достар. Аха, давайте енді достар қыз персонаждың киімін қарап шығайық. Давайте. Так, қызға бізде Келлидің 4 наборында ашып тастаптым. Өте керемет. Енді Келлиді де қарап шығайық. Так, осындай бас киімдер. Енді мынаның барлығы да пропусктар. Енді жаңағы пропусктарға қарап, солардың қыздары екенін сіздерге білуге болады достар. Мынау набор навсегда бар екен. Және де осындай бір набор бар екен. Так, енді барлықтан оса көрсетіп шығып отырамын достар, өйткені бұл аккаунтта өте көп киім достар, сондықтан да тез көрсетіп шығайын. Әйтпесе видео өте ұзақ болып кетеді достар. Давайте. Так, мұнда осындай заттар бар. Аха, достар, өте көп мұнда наборлар достардан барлығын киіп шыққанша. Ё-моё достар. Давайте осылай қарап шығайын. Енді сіздер білетін боларсыздар. Енді өзіме де қызық болып жатқан наборларды осылай алыстатып көрсетіп шығып отыратын болам. Так, мынандай набор бар. Осы набор өте әдемі достар, көк киіммен. Так, мына бізде золотой джекпоттар ары қарай. Жай заттар кетіп бара жатыр. Так, мынаның бас киімі ғана бар екен. Окей, нормально. Опана, мына набор бар да. Аха, достар, набор бар. Мынанда набор бар. Өте керемет достар, даже мынанда набор жоқ екен. Ладно достар, нормально. Так, осы қарап шығайық, өйткені бұл өте ұзақ видео болып кетті. Так, мынанда қарай салайық. Арасынан өте әдемілерін көрсетіп отырамын. Және де пожарниктің қызы да бар екен достар. Өте күшті достар. Маған бұл аккаунт өте қатты ұнап тұр. Так, міне осындай үстіге киімдер бар. Жаңағы наборлардың енді бұлар үсті деп айтсақ болады. Так, осы набор бар, өте әдемі. Так, бұны енді осылай обменниктарынан алуға болады. Міне достар, осындай наборлар. Так, но техниктің асты-үсті да бар, оны уже мен білемін достар, точно уверенмін. Так, соны қарап кетейік қазір. Так, техниктің асты бар ма? О, достар, бар екен, техниктің асты бар екен, өте керемет. Так, уже достарым шақыра бастады. О, мынау уже пуховиктің асты бар и пуховиктің үсті бар достар. Қазір көрсетемін сіздерге. Жаңа пуховикті көріп қалған болатын. Міне достар. Және де сары техниктің үсті және сары техниктің асты да болады. Енді достар, бұл да олдовский зат болған болатын, бірақ енді бұны қазір сілететіп тастағандықтан ол заттарға жатпайды достар. Өте керемет. Енді мына жақтан тағы да 5 набор келеді екен достар. Енді жаңбырдың дауысы естіліп жатса ренжімеңіздер. Так, ары қарай енді коллекцияны қарап кетейік достар. Менде жаңбыр жауып отыр. Енді коллекция ең қызығы достар, мен ойымша бұнда Скар Титан болу керек, өйткені осындай өте кереметтей олдовский заттар болғандықтан Скар Титан обязательно болады. Өте көп фон достар. Аватарда дәл сондай да. Иә достар, аватарда өте көп. Лутбокстарға келетін болсақ, олдовский лутбоксты киіп алыпты, және де осындай лутбокстар бар екен. Рюкзак енді ең қызығы болып жатқан шығар сіздерге. Мына обменник, мына бізде пропуск, мынау бізде сатып аламыз, мынау бізде пропуск, инкубатор, пропуск, білмеймін, мынау тоже пропуск походу. Мынау менде обменник, мынау пропуск, анау уже алмазный джекпот. И в общем достар осындайлар. Так, мынау бізде Волт, тағы не бар? Мынау бізде Волт, пополнение берілген. Мынау да бізде Волт. И потом все. Так, парашюттарды жай ғана қарап кете салайық. Парашюттарға уже өте қатты қызықпайсыздар деп ойлаймын достар. Доскаларға келетін болсақ, осындай. Так, көп сияқты бізде әлі. Иә достар, әлі көп доскалар бар. Тез көрсетіп шығайын. Міне осындай. Стопқа қойып, немесе замедленный съемканы қосып қойып қарауларыңызға болады достар. Так, өте көп екен. Давайте достар осылай қарай салайық. Так, оружие. Ең қызығы. Давайте достар, оружие бастамас бұрын міндетті түрде лайктарыңызды бас кетіңіздер. Ал біз жалғастырамыз. Давайте. Так, ең бірінші, бір урон, двойной скоростелес. Ең мықты, бірақ бұдан да земляной деген МК бар. Бірақ достар, екеуі де почти бірдей. Так, осындай МКлар. МКға бізде 1, 2, 3, 4, 5 скин бар. АВМға 4 скин. Өте керемет. Скоростелесқа скины бар екен достар. Және де бізде дробаштарға келетін болсақ, глаз смерти, двойной скоростелес. Өте керемет достар. Угадайте, мынау қайдан алынған?
Конечно, инкубатор достар. Инкубатордың ең мықты акасы, яғни двойной урон, бір точность минус магазин достар. Бұл енді Free Fire'дағы ең мықты ака десек те болады. Ака драконнан кейінгі достар. Так, және де мұнда осындай бір тағда 4 скин бар екен. UMP-ға ең мықтысын келіп қойыпты. Катаклизм, бұл жерде 2 урон, 1 дальность достар. Енді менің ойымша бұл UMP-ға ең күшті скин деп те айта беруімізге болады. MPP қайтатын болсақ, двойной скорострельность, Диглға 1 магазин и M14-ке так бізде 5 скин бар. Но дым қоспайды, но бізде двойной магазин, 1 скорострельность, двойной скорострельность. Өте керемет. Және де достар, Скар Титан. Просто топ достар. Скар Титан және де Скар Рай бар екен достар. Скар Купидонның өзі де бар. Және де тағы да скиндар. Өте керемет. Винторезға достар, двойной скорострельность. Ё-моё, мынау аккаунт кімнің аккаунты өзі? Қараңыздар достар. Бір скорострельность двойной дальностьна мен тіпті азамда ойнайды. Өте керемет скин. Так. И инкубатордағы ең мықты MP40. Әрине де достар, бұны алмаса енді қайда барады? Бір скорострельность, двойной урон. Ең мықты MP40 қазіргі ойында. Және де 3 сковородканың 3 скини бар достар. 3-ақ скин ойында, и сол 3 скинді де алып үлгеріпті. Пранкқа 2 скин бар. Өте керемет. СКС-ға двойной скорострельность и двойной урон. Так, мұнда дым қоспайды. Так, но пулеметтің екеуі дым қоспайды, но двойной скорострельность. Мұнда бізде урон, двойной дальность, двойной точность. Уронға кигізіп қойыпты. Мынау бізде двойной магазин, мынау бізде двойной магазин. Енді мынау енді өте әдемі көрінгендіктен осыны кигізіп қойған болар достар. Фамстың үшеуі де бар достар. Мынау Олдовский фамс, бұл жерде Пасхада сурет салған болатынбыз, и осындай фамстарды берген. Двойной урон, 1 точность. Так, келесі. Міне, двойной точность, двойной урон, 1 точность и 1 урон, двойной скорострельность достар. Ең керемет фамс деп айтсақ та болады, өйткені скорострельность ең керек. Нешеу достар? Ё-моё! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 скин бар екен достар. 1 магазин, 1 точность, двойной урон, және де двойной точность и және де тағы да басқа скиндар. Битанның өзіне де скин бар екен, және де бізде двойной скорострельность и 1 дальность, 1 точность. Так, мұнда бізде спастарға бүкіл скиндар бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 скин және де двойной дальностьқа кигізіп қойған болатын. Және де бізде MLB'сқа да барлық скиндар бар. Двойной скорострельностьті кигізіпті. Және де P90-ға да барлық скиндар бар. Двойной скорострельность 1 уронды кигізген екен достар. Ан-94-тің 3 ең керемет скинін айтсақ та болады. Енді 1 скинді ғана алмапты, қалған 3 скинді бар достар. Двойной скорострельность и двойной скорострельность, 1 дальность ұтып алыпты. Жаңада шыққан мынау Ан-94. Және де 3 катана достар. Ойында 3-ақ катана бар, и 3 катанада ода бар екен. Огненный и осындай, и потом жай ғана катана. Так, осындай нәрселер. Және де граната 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 скин бар достар. Мынау және де бізде Олдовский. Мұнда бізде 4 стенка. Так, 4 стенка. Мұнда бізге бірақ стенка жетіспейді достар. Олдовский деппін ғой. Жаңа пополненияға и барлық осындай стенкан скиндары болатын еді. Транспортқа келетін болсақ, 2 мотоцикл, 2 мынандай, джип и потом 1 спорткар, достар, бірақ спорткар. Так, эмоцияға келетін болсақ, осындай өте көп эмоциялар бар екен. Так, дап, акула, гүлберетін, сюрикен, танес ягура, угроза, және де осындай эмоциялар достар. Так, енді сіздер біліп отыр деген ойдамын осындай эмоцияларды, сондықтан да тез көрсетіп өткізіп отырмын. Так, и все достар. Осымен біздің обзор аккаунтымыз аяқталды достар. Енді сіздер лайк басады деген үміттемін, себебі мен достар бүгін Грандмастердің аккаунтына обзор түсірген болатын. Давайте достар, давайте осының ойысын көріп шығайық. Рейтингқа қоямыз. Солода вообще ойнамайды екен, окей достар. Дуода бізде 3.95, яғни 4 десек те болады, және де 7.52 достар. 7.52 попадание в топ-3 79% достар. Өте керемет көрсеткіш. Бұл көрсеткішпен сіздер тіпті хардскиллға да кіре аласыздар.
533 катка және де 7,52 ОС достар. Почти 8. Өте керемет. Давайте достар, осы видеоға сіздерге ұнаса, в общем, лайктарыңызды басып, подписаться етіп кетіңіздер. Және де алдағы уақытта тағы да осындай обзор аккаунттар шыққыларын қаласаңыздар, онда комментовқа плюс қойып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Кәдекезет. Сау болыңыздар.